оқушылар және бүгінгі сабақтарымызға қатысушы ұстаздар. Біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі математика сабағындағы біздің тақырыбымыз есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. Сабақтың мақсаты бүгінгі 3-4 амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды, тиімді тәсілмен анықтауды үйренеді. Олай болса, күн жүйесіндегі алып 8 ғаламшарға бүгінгі саяхатымызды бастаймыз. Күн ғаламшарындағы бірінші ол Меркурий ғаламшары. Олай болса, Меркурийдің бізге бүгінгі берген тапсырмасын орындайды. Біз өткен сабақтарда сендер бөлшекті салыстыру, дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшекті өтілмесі. Енді олай болса, кім маған жылдам салыстыруды орындап береді. Біз шығатын 18-ден 17 азайту 18-ден 6 және 18-ден 3 қосу 18-ден 7. Салыстырулар көрініп тұрсын. Қай жағы? Оң жағы, сол жағы артық кем. Қойымыз. Қайдан бары қойымыз? Артық кем. Тең. Содан кім шарқалы? Дұрыс екен, иә? Қане бала, көшемен. Бөлшектен қай жағы артық, қай жағы кем. Жылдан. Қай жағы? Қоямыз. Тамаша, тамаша. Қане, келесі бөлшекті кем. 12-ден 5 қосу 12-ден 2. 12-ден 10 азайту 12-ден 3. Дұрыс, тамаша. Келесі ғаламшар ол тамаша. Толпанның тапсырмасы балалар бүгінгі біздің жаңа сабағымыз. Олай болса, оқулықты жабамыздар, бәріміз бетін қараймыз. Бізде тақтада не білмеген керек? Қандай? Фигуралар. Тамаша. Фигуралар. Бірінші фигурамыз ол тіктөртбұрыш. Тамаша. Тіктөртбұрыштың бізге қандай тапсырма беріп тұр? Алға. Жылдан маған формулаға салып жазып береді. Келем. Қашпаға тез-тез формулаға салып жазамыз. Бірінші формулаға салайық. Ережесін бірге айтамыз. Ауданын табу үшін. Ауданын табу үшін ені мен ұзындығы мен енін көбейту керек. Бұл жерде 8 ол ұзындығы болып тұр, ал 3 ені 8-ді 3-ке көбейтеміз. 24 сантиметр квадрат болады. Енді осыны тағы қандай тәсілмен жазуға болады? Кім толықтырады? Келе ғой. Келе ғой. Енін ұзындығына көбейтеміз. Тамаша. Цифр жазуымыз керек. Жасыл. Тамаша. Енді бала қараңдаршы, осы жерде бізде көбейтудің қай қасиетін пайдаландық? Ауыстырымдылық қасиетін пайдаландық. Олай болса, дұрыс жауабын көрейік. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті екен.
Tamаша. Ары қарай. Келесі бізде қандай фигура берілген? Үлкен тіктұртқыш. Қанша тіктұртқыштан құралып тұр балалар? 2. Тамаша. Келесі сыншыға. Келіп ол. Үлкен тіктұртқыштың ауданын табу үшін олардың бірінші екеуінің ұзындықтарын қосамыз. Тамаша. Екі тіктұртқыштың ұзындығын қосып, Сосын еніне көбейтеміз. қосамыз. Енді 6 сыппадан. Сыппа деген міне балалар. Мынау не нәрсе деп ойлайсыңдар? Ғарышкерлердің тамағы. Тамаша, ол осындай түрде беріледі екен. Осы ғарышкерлердің тамағы салынған 6 сыппадан 2 қатар сияды. Енді 25 ыдыс қойылатын контейнерге осындай неше сыппа сияды. Bu da дискриптор есепті әртүрлі тәсілмен шығарады, және контейнерға сиятын сыппа санын анықтайды. Екінші топ. Тапсырмамыз түсінікті ме? Тамаша, олай болса топпен орындаймыз. Судан. Үшінші топ. Оқимыз берілген топ ғой. Ғарыш кемесінде әрқайсында 16 килограммнан азық түлік сақталады ыдыстың. Енді контейнердің әрбір бөліміне осындай 12 ыдыстан 10 қатар сияды. Бір бөлімінде неше килограмм азық түлік бар дейді. Олай болса, бұның дискрипторы есепті шығаруға тиімді тәсілді таңдай алады. Контейнердің бір бөлімінде сақталатын азық түлік мөлшерін табады. Тамаша, топпен. Енді балалар, топтың тәртібі. Топпен жұмыс жасағанда, қане бәріміз біргеміз. Бірінші топ. Дұрыс па? Көбейтудің қайтасын пайдаландық? Үлестірілді. Тамаша. Екінші топ. Терімділік. Тамаша. Дұрыс па? Үшінші топ. Ауыстырымдылық па? Сендер дедің? Ойлан. Қайғасын пайдаландыңдар? Дұрыс қой. Енді қайдасын пайдаландыңдар? Шынамақ ма? Қарасындаршы? Терімділік сендерде. Енді қараңдаршы. Осы орындаған тапсырмаларында қай тәсіл тиімдірек болды сендерге балалар? Бірінші топқа үлесім тиімді болды сіздерге? Терімділік сіздерге? Терімділік қасиет тиімді болды. Тамаша. Олай болса, топтық жұмысты орындаған балалар. Топта кім сол тапсырманы жақсы орындады өзін бағалаймыз. Арманның Лев Николаевич Толстойдың арифметика кітабындағы есепті қандай тәсілдермен шығарғанына қара. Бір қожайында 23 қой бар, ал екіншісінде одан 7 қой артық. Екеуінде барлығы қанша қой бар? Бірінші тәсіл 23 қосылған 7 тең 30 қой. Екінші қожайында осынша қой бар. 23 қосылған 30 тең 53 қой. Екі қожайында барлығы осынша қой бар. Екі қожайында осынша қой болған. Екінші тәсіл 23 қосылған 23 тең 46 қой. Егер бірінші қожайында қанша қой бар болса, екіншісінде де сонша қой болса, екеуінде бірге осынша қой болар еді. 46 қосылған 7 тең 53 қой. Шын мәнінде екі қожайында осынша қой болған. Үшінші тәсіл 23 көбейтілген 2 тең 46 қой. Егер бірінші қожайында қанша қой бар болса, екіншісінде де сонша қой болатын болса, екеуінде бірге осынша қой болар еді. 46 қосылған 7 тең
кемінде 2 қожайында осынша ой болған. Аршкердің тапсырмасын түсіндік па балалар? Асық туралы. Екінші топ торсық, үшінші топ құрт. Яғни мынау саны бойынша мына тапсырмада сыйымдылық, мына тапсырмада масса. Тамаша. Дайынбыз ба? Алып кеттік. Өзіміз. Үшінші тәсіл 1 мен 5-тен жақшадағы 1 мен 5-тің көбейтіндісін бірге қосамыз 6 болады. Тамаша балалар. Олай болса өзімізді бағалап қояды. Бәріміз оқып үлгермейміз, келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде 2 балл. Егер дұрыс құралған болса, 2 балл. Тамаша. Жоқ, енді келесі бізде мектептен тапсырмасы. Жылдам бізде пирамида әдісі. Бұл жерде сендерге тапсырма берілген. Жылдам мәнін табамыз, тиімді тәсілмен сөйтеміз де пирамида құрамыз. Жылдам қылып. Топпен. Бірінші мынаған жауабын табамыз. Сөйтеміз де пирамида құрамыз. 7 ұл бар. Осы ұлдарының әрқайсында 7 ұлдан бар. Ал шаруаның әрбір немересінде 2 қыздан бар. Шаруаның неше шөбересі бар? Ал басай. Тамаша. Дұрыс екен балалар? Тура бүгінгі пайдаланған қасиетімізді пайдаланамыз. Сәйкестендіреміз. Кім келеді маған? Шықпаңыз. Келе орын. Сыйырға орын тап. Мына жерде шығыпты, бізге соны апарамыз қасиетіне. Қандай қасиеті? Келесі кім шыққан? Шыққан бала шыққан. Келе ғой. Бағалады, бір-бір балдан естеміз бағалауға қойырамыз. Тамаша. Олай болса, біз бүгінгі сабақты қорытындылау тапсырмасын орындадық балалар. Енді балалар сабақтың соңында сендерге мен бағана бағалы құрағын бердім. Сендердің алдарында не тұр? Жұлдызша жүр. Сол жұлдызшамен бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндім. Әлі де сені деген жерге мына жұлдызшаны жапсырамыз. Балалар, бүгінгі сабақ ұнады ма сендерге? Бүгін нені білдік, не үйрендік? Әлі де нені білуіміз керек? Нені толықтыруымыз керек? Кәне, кім айтады өз ойын? Не үйрендік? Жылдан. Бүгін біз терминдік, ауыстырымдылық, үлестірімдік қасиеттерін үйрендік. Тамаша. Олай болса, көбейтудің 3 қасиетін үйрендік дейміз. Және қандай тапсырмалар ұнады сендерге бүгінгі сабақта? Пирамида тәсілі ұнады. Тамаша. Әрі ойнады, әрі есеп шығарды. Тапсырма ойнады, тамам. Қайта ғой. Топтық жұмыс ұнады. Қайта ғой. Ғашкердің берген есебі. Ғашкердің жасанды интеллектін берген тапсырмасы есеп құрастырған, Пирамида. Тамаша. Олай болса балалар. Тағы толықтыратын бар ма? Мен зерттеушімін. Не зерттеушімін? Ұнады. Маған пирамида ұнады. Пирамида әсі ұнады, иә? Тамаша. Маған пирамида әдісі ұнады. Мен ол кезде есептерді шығардым, иә? Тамаша. Маған ғарышкердің берген есептері ұнады. Енді біз өз... Олай болса балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндірсіздер, жасыл түске, және де жақсы түсіндірген қызыл түске болады. Ешкім әлі де ізденуім керек дегенде ешкім қоймайды. Тамаша балалар. Олай болса, сау-саламат болыңыздар.